Мау, ей. Ұсталыпсың ғой. Соншалық қылындырған несі? Түсімде жылан көрдім сол. Қалайша қорқпай қалдың, әшінде шошып оянушың ғой. Сен барда неден қорған мен? Саған сенімділік берем ба мен? Ойбай, иә. Шөлдеп кеттім. Шай қойшы. Шай жейік. Шайға. Дайын ба шайың? Та-дам! Бір жаңалық қылдың ғой. Не бұл? Мынау мұздай деген лимонад күшті дәмі, краска қосылмайды. Жаздың ыстығында шөлің қанып қалады, күшті болады. Ішеді. Күшті, иә? Жақсы екен. Шай ішпейміз, иә? Мен шайың дайын ба? Кеңіз. Құлай шүкір. Ұнады ма? Күш деген мынау. Мұздай арнайлап осындай шөлі қанбайтындарға шығарған қосын. По-любому шай қой. Шай ішкімге отыр мен. Сәлем, сұлу қыз. Суретте түрің мүлден басқа ғой? Ол бұрын 5 жыл бұрын соғыста салынған сурет қой. Қазір кішкене әбіржіп кетіпсіз. Ал сен жұрт айтқаннан да әдемі екенсің. Кеттік па? Өзің айына қанша табасың? Шүкір, айына 10 жылқы, 5 сиыр, 20 қой табам. Саған кем дегенде айына 100 жылқы табатын жігіт керек. Қалабының зорындай мұнаның. Қараш, қалай шықты? Қалай салғасын, дұрыстап салшы. Қой шей болды, мен суретші емеспін ғой, батырмын ғой мен. Сен өзің қай жылғы боласың? 1799. Бірақ жас көрінеді екенсің. Бұл жердің тамақтары қандай дәмді? Қымыз іш. Мына абадан алашын тамақтар керемет. Біз батырлармен соғыстан кейін ылғи осы жерге келіп тамақ ішеміз ғой. Бұл жерді не үшін абадан деп атаған? Абадан деген ең мықты көш бастайтын қасқырларды айтады ғой. Мен сияқты. Өзіңізге көп алады екенсіз. Айтпашы, киіз үй өзіңіздікі ме әлде жалға алып тұрасыз ба? Әрине өзімдікі. Осы жол бір соғысқа барсам тағы да бір киіз үй аламын бұйыртса. Дәмді болды. Айтпашы, сен өзің нешедесің? Мен ба? 17-демін. 17? Елдер 13-те отау иесі болып жүр ғой. Демек сен бірдеңең дұрыс емес. Шал! Мен де кәрі қасқыр болыппын ғой, бүгін таңға қымыз ішем, әке. Жаңға сен үстіндегі бір кішкене бірдемеге бірдей жалдамай ғой. Киіз үйде тұрып шаршап кетіп дейді. Қой шоны. Әлем чемпионаты болып отыр, футбол. Басқа мемлекеттердің бәрі президенттері командалардан ақ болып отыр. Менікі жоқ. Үй алдым Путин мен Трамптан. Соны маған команда тапсаңдаршы. Апырайында. Футбольный команда? Иә. Өзіміз 4-ақ адамыз ғой мемлекетте. Сатып алуға бөлеміз ғой ақша, басқа жақтан алсаңдар. Бөлсеңіз онда акөлге болады. Сонда айналысшы. Бага шықшы туалетпен. Президент мырза, сізді біздің Байгайстан мемлекетіміздің футболдан ұлттық құрамамызбен таныстырып өтейді. Таныс болыңыздар, шабуылшы Ымба Олжас Пе. Жақсы. Әдем жақсы. Оң жақ шабуылшы Ламин Олжас Мал. Осы жақсы. Жартылай қорғаушы Олжай Гюлер. Қорғаушы Трент Александр Олжас. Жақсы ойды. Міне, осы біздің құрама. Мен саған бюджеттен $700 миллион бөлдім ғой, осы масында сол ақшаға алған ойыншылар? Ол қайта жетпеді. Ол жетпеді, мен өз атыма жазып кеттім қайта. Сонда біреуі тұрағымаса, жоқ па сонда команда полный? Уайымдамасаңшы. Бізде замена бар ғой. Кімді? Давид Багахем деген бар. Багайока деген бар. Криштиано Бага деген бар. Так, не машина еді сізді? Кия ғой. Кия ма? Болды. 30-ың болды сіздікі. Мен сен бастығың досымын. Бастығың. Поху. 30-ың әкел тез төле. Шәке, жұмыс қалай болады? Інім қазір анаяққа баратыр қояды қазір. Жайшы? Жиен жұмысқа ағап қой. Мана жылып апты. Не ол? Не ол дейді, білмей тұрым ғой соны. Жиен қашып кетті. Құртып алдық. Реттейміз інім. Бас екен, жаңа айтын Жакук келді ғой, май ауыстырып беріңдерші. Братан спортзал басқа жақта деді. Кетті ғой, 4 машина ол. Машинасына деп ойламадың ба сен? Қоя? Інім,
майыңды ауысып ақшасын төлеп қойдың ба? Иә. Енді қара, біздің мынау Prime Oil'да мотор жуып беру, сухой туманка, баллон қарайту, диагностика барлығы тегін ғой. Қойыңызшы. Рахмет. Өзім істедім ғой мен. Ой, молодец сенім. Рахмет сізге, үлкен рахмет. Капот жауып қойдың я сразу? Жауып қойдым, мен жүре берейін онда, ештеңе қалып кетпеді ма? Қалып кетті ғой? Не қалды? Саусақ қалып кетті ғой. Ема, братан. Ашы мына. Нағыз қайда жүр? Қалада пробкамен жүргенше атпен келе салдым. Привет. Марсель деген сен ба? Иә, мен өзім осы қаладан болам. А сен қай жақтыкысың? Мен ауылдан. Ауылдан? Таныс қой, мынау менің итім Алабай. Мынаның атын Алабай деп қойып жүрсің ба? Мынауың мен мысығымнан таяқ жеп қалады ғой, екеуін бір төбелестірейік па? Сен мен Алабайым травмировать етіп жатсың, қой етіп айтып па. А сен немен айналысасың? Сол ауылда ауыл шаруашылығымен айналысам, ал сенші? Мен контент креатормын, Инстаграм, ТикТокқа контент түсіремін. Расымен ауылдық интернет не екен білмейтін шығарсыздар. Жоқ, білем. Менде 1 миллион подписчик бар ғой. Мен блогермін ғой. Ауылдаларды отсталый деп ойлайсыңдар, иә? Еще мен ауыл партиясының мүшесімін. Ауыл партиясымен ауылды гүлдендіріп жатырмыз. Мәссагын. Давай онда келесі жылы ауылда свидание жасайық. Пока. Пет ауыртып жіберді қолымды. Саламатсыз ба? Сізде способ оплата қалай? Ниетпен ғой. Ниетпен? Ниетіңіз бар ғой әйтеуір, иә? А, бұл мына фамилияға ниет ете беріңіз. Мына фамилияға? Чөт, ниетіңіз жетпей қалды ғой. Дұрыстап үйден ниет етіп шыққан бәліз әйтеуір. Жоқ, дәрі алып дұрыстап шыққан тұғын. Неге жетпей тұрған? Точно осы фамилияға ма? Иә, осы фамилия ғой. Болмаса алақанмен төлесіңізші. Ойбай, аға, қай ғасырда өмір сүріп жатсыз сіз? Мейлі енді кезі ален ұстап қалыңыз.